Ассаламу алейкум, бисмиллахир-рахманир-рахим. Қыздар, бүгінгі біздің әріп каф және ләм әрпі. Яғни бұл жұптық әріптер бір-біріне ұқсайды. Енді қараңыздар, каф әрпі. Каф әрпі сөздің басында ол қалай жазылады? Каф әрпі сөздің басында осылай жазылады. Міне көрініп тұр, каф әрпі. Сөздің ортасында қалай жазылады? Сөздің ортасында дәл осы секілді жазылады. Сөздің алдындағы әріптерге қосылып жазылады. Сөз мына жақта жазылып келе жатып, міне өзінің алдындағы және өзінен кейінгі әріпке қосылып жазылады. Сөз соңында каф әрпі өзі жазылады. Сөз соңында өзі жазылады каф әрпі. Мынандай белгісін ұмытпаймыз. Міне каф әрпі сөз соңында өзі жазылады. Сөз басындағы әріптермен тек қана ұқсастығы мынандай жерлері ұқсайды, мынандай бұрыштамалар. Енді каф әрпі ешқандай нүктесі жоқ, көріп тұрғандарыңыздай. Енді сөздің басында біз осылай келеді дедік. Сөз басында ол өзі жазылады, осылай жазылады сөз басында. Міне сөз басында өзінен кейінгі әріпке естеліп тұр, мына жерде қосылып жазылып тұр. Енді сөз соңында қалай жазылады? Сөз ортасында каф әрпі дәл осы секілді жазылады. Міне сөз ортасында, каф әрпі және міне каф әрпі сөз ортасында. Міне өзінің алдындағы, өзінен кейінгі әріпке қосылып жазылып тұр. Одан кейін каф әрпі сөз соңында өзі жазылады дедік, алдындағы әріпке қосылып жазылады. Яғни міне сөздер жазылып келе жатады. Өзінің алдындағы әріпке не істеп тұр? Мына жерде қосылып жазылып тұр, қосылып жазылып тұр. Каф әрпі жалпы осындай. Каф, к деп дыбыстайсыздар. К ұрыңқыратып дыбысталады, к. Алға ұмтылып тұрған әріп осындай көрсеңіздер, алға ұмтылып тұрған. Бұл әріп каф әрпі. Келесі бізде ләм әрпі.